Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін жаңа тақырып бастаймыз. Жаңа тарау өсімдіктердің өсімді вегетативті мүшелері, соның ішінде тамыр және тамыр жүйесі. Ең бірінші біз тамырға тоқталмас бұрын мүше дегеніміз не? Яғни осы терминге анықтама бере кетеміз және одан кейін барып тамырдың құрылысы туралы, сыртқы құрылысы туралы сіздерге ақпарат беремін. Мүше дегеніміз өзіндік құрылысы бар, белгілі бір қызмет атқаратын ағзаның бір бөлігі. Яғни мысалы, өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі, тұқымы, жемісі, яғни ол мүше болып табылады. Осы мүшелердің бірігуінен, яғни біртұтас ағза пайда болатынын сіздер бұрын соңды таныссыздар. Өсімдіктің мүшелерін біз екі топқа бөлеміз. Қарап отырыңыздар, дәптерлеріңізге ақпараттарды түсіріп отырыңыздар. Өсімдіктің өсімді мүшелері, біз оларды кейде вегетативті мүшелер дейміз, және өсімдіктің көбею мүшелері, оны генеративті мүшелер деп атаймыз. Өсімдіктің өсімді мүшелеріне тамыр жатады, сабақ жатады және жапырақ жатады. Біздің бүгін көтеретініміз осы тамыр туралы, сыртқы құрылысы. Ал алдыңғы сабақтарда біз осылардың ішкі және сыртқы құрылысы, тамырдың түр өзгерістері, сабақтың түр өзгерістері, жапырақтың түр өзгерістері туралы өтеміз. Ал көбею және генеративті мүшелерге нелер жататынын мен мына жерде жазбай кеттім, себебі алдыңғы видеоларда мен сіздерге оны айтамын, бірақ та гүл, тұқым, жеміс, осы үшеуі өсімдіктің көбею мүшесі болып табылады. Енді келесі тамыр дегеніміз не? Яғни бұл сіздерде ұбт-да тестта жиі келетін сұрақтар, иә? Тамыр дегеніміз өсімдіктің жер асты мүшесі. Болды. Басқаша ақпарат жоқ, осы анықтаманы жаттап аласыздар. Өсімдіктің жер асты мүшесін біз тамыр деп атаймыз. Тамырдың қандай қызметтері бар деп? Яғни 4 қызметі бар. Олар топырақтарға сіңірілген суды және ондағы еріген минералды тұздарды сабаққа өткізеді. Өсімдікті топыраққа берік орнықтырады. Қоректік заттарды қорға жинайды және де көбеюге қатысады. Яғни осы басты 4 қызмет тамырдың қызметтеріне жатады. Енді келесі тамырлар шығу тегіне байланысты 3 топқа бөлінеді. Бұлар негізгі тамырлар, міне қарап отырыңыздар, бірінші санмен көрсетілген, екіншісі жанама тамырлар және үшіншісі қосалқы тамырлар. Міне, үшінші санмен көрсетіліп тұр. Яғни өсімдіктер шығу тегіне байланысты негізгі тамыр бірінші номермен көрсетілген, екінші номермен көрсетілген жанама тамырлар, үшінші номермен көрсетілген қосалқы тамырлардан тұрады. Сіздерге осы тамырлардың шығу тегіне байланысты да ұбт-да сұрақ көп келеді, үнемі өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Яғни негізгі тамыр дегеніміз не? Тұқымның ұрық тамыршасынан дамитын тамырды біз негізгі тамыр деп атаймыз. Ал оның қызметі қандай дейтін болсақ, ол төменге қарай бағытталып, топыраққа тереңдей береді. Яғни топыраққа орнықтыратын осы бізде негізгі тамыр болып табылады. Екіншісі негізгі тамыр. Негізгі тамырдың жан-жағынан жанама тамырлар шығады. Номер 2-мен көрсетіліп қарасаңыздар. Ал бұның қызметі қандай десек, топырақтан қоректік заттарды соруға қатысады. Бірінші тамыр топырақты тереңдей береді, топыраққа, яғни екінші тамырдың қызметі ол қоректік заттарды соруға қатысады. Келесі үшіншісі қосалқы тамырлар. Қосалқы тамыр ол сабақтан және жапырақтан өсіп шығады. Ал оның қызметі топыраққа берік орнығып, қоректенуін күшейтетін тамыр болып табылады. Міне үшінші санмен көрсетіліп тұр. Ал төртінші санмен көрсетілген бұл бізде тамыр мойны деп аталады. Келесі тамыр жүйесі деген бізде термин бар. Тамыр жүйесі дегеніміз бір өсімдікте болатын әр түрлі тамырлардың жиынтығы. Яғни, мысалы, бір өсімдікте негізгі тамырда, жанама тамырда, қосалқы тамырларда болса, біз оны тамыр жүйесі деп атаймыз. Тамыр жүйесінің 2 топқа жіктейміз. Олар кіндік тамыр жүйесі және шашақ тамыр жүйесі. Енді қараңыздар, мына оң жақта тұрған суретті көріп тұрсыздар ғой, иә? Қараңыздар, балалар, мына жерде негізгі тамыр байқалып тұр ма? Қалай ойлайсыздар? Көрініп тұр ма негізгі тамыр? Оның жан-жағынан жанама қосалқы тамырлар шығып тұр ма? Дұрыс айтасыздар. Яғни, сіздердің алдарыңызда көрсетілген мынау жуан болып тұрған ол негізгі тамыр. Анықтамасына қарайық енді, кіндік тамырда негізгі тамыр өте жақсы жетіледі.
Міне, ал мынау жан жағынан шығып тұрған жаңағы негізгі және қосалқы және жанама тамырлары. Кіндік тамыр жүйесінің жататын өсімдіктері бұлар: асбұршақ, асқабақ, қауын, күнбағыс, жоңышқа. Осы аталған өсімдіктер ғана емес, білесіздер, басқа өте көптеген өсімдіктер жатады. Тек қана сіздерге мен 6-шы сыныптың оқулығындағы берілген өсімдіктерді ғана осы жерге жаза кеттім. Қалай жаттаймыз десеңіздер, қараңыздар, бұл жерде әртүрлі тұқымдасқа жататын өсімдіктер көрсетілген. Ал өсімдіктің атын ұмытып қаламын дейтін болсаңыздар, А, Қ, К, Ж. Осылай жаттап алуларыңыз болады. По буквам, мысалы, буква бойынша: асқабақ, асбұршақ, қауын, күнбағыс, жоңышқа. Яғни қайталаймын, сонда тамыр жүйесі дегеніміз бір өсімдікте болатын әртүрлі тамырлардың жиынтығын айтамыз. Кіндік тамыр деген түрі бар тамыр жүйесінің. Оның басты ерекшелігі неде десе, онда негізгі тамыр жақсы жетілген дейсіздер. Ал оған қандай өсімдіктер жатады десе, асбұршақ, асқабақ, қауын, күнбағыс, жоңышқа деп жауап бересіздер. Екіншісі түрі тамыр жүйесінің, бұл бізде шашақ тамыр жүйесі. Шашақ тамыр жүйесінде негізгі тамыр болмайды. Егер болса да, ол жуандамай басқа тамырлармен бірдей өседі. Енді мына суретке қараңыздар. Негізгі тамырды көріп тұрсыздар ма? Жоқ, әрине, көріп тұрған жоқсыздар. Өйткені ол негізгі тамыр жанама тамырлармен, қосалқы тамырлармен барлығы бірдей мөлшерде өсіп тұр. Бір-бірінен ажырату мүмкін емес, топталып тұр, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан оларды біз шашақ тамыр жүйесі дейміз. Ал енді қандай өсімдіктердің тамыры шашақты болып келеді екен? Бұны ажырату тіптен оңай. Мына жерге қараңыздар, мен қарамен әдейі жазып қойдым. Пияз, сосын мына жерде сарымсаққа қараңыздар. Пияз бен сарымсақ, пияз және жуа тұқымдастарға жатады, ол білесіздер. Және бұлар қошанақтылар класының өкілдері, естеріңізде болса. Ал бидай, жүгері, арпа, сұлы, тары, күріш, бұлардың барлығы астық тұқымдастарға жатады. Сондықтан сіздерге тестта келгенде шашақ тамырлы өсімдікті көрсетіңіз, бір жауапты тест келеді. Мысалы, тек қана пияз келуі мүмкін, или бидай келуі мүмкін, бірден белгілей аласыздар. А егер көп жауапты тест келсе де, яғни ол тестта тек қана осы астық тұқымдас өсімдіктерді белгілейсіздер, және де пияз бен сарымсақты ғана белгілейсіздер. Ажырату өте оңай. Дара жинақты класының 2 тұқымдас берілген: пияз және жуа және астық тұқымдас өсімдіктер. Осылай бір-бірінен ажырата аласыздар. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Мына жердегі берілген ақпараттарды дәптерлеріңізге түсіріп, конспектлеп оқуларыңызды сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.